Кеш болды, және ауада жақын маңдағы наубайханадан шыққан жаңа піскен нанның хош иісі аңқып тұрды. Әдеттегінше Киану Ривз қала орталығындағы элеганс мейрамханасына кірді. Оның келуі соншалықты тыныш әрі байқалмайтындай еді. Тіпті келушілердің көпшілігі оған назар аудармады. Сұрғылт, мыжылған костюм киген ол ұзақ күннен кейін шаршаған қарапайым адамға ұқсайтын. Алайда оның қарапайым келбетінің астарында кез келген сценарийді өзгертуге қабілетті тұлға жасырын еді. Мейрамхананың ең тәжірибелі даяршыларының бірі Марта есімді бикеш жаңа келген қонақты бірден байқады. Ол өзінің дәлдігімен және клиенттердің қалауын алдын ала сезе білуімен танымал болатын. Бірақ оның жоғары деңгейдегі орынға сай келмейтіндерге деген қаталдығы да белгілі еді. Ол Киануға күлімсіреген кейіппен жақындап келіп, сіз осы жерді дұрыс таңдағаныңызға сенімдісіз бе деп сұрақ қойды. Оның даусында жасырын менсінбеушілік бар еді, және бұл сөздер залдың қабырғаларына жаңғырып тарады. Бірнеше қонақ жаңа келушінің жауабын күткендей оған қарады. Бірақ Киану тек сәл жымиып, сенімдімін деп сабырлы түрде жауап берді. Марта қолын кеудесіне айқастырып, оны қайтадан сығалап қарады. Өз ойының дұрыстығына дәлел іздегендей, оның ойынша мыжылған костюм киген бұл ер адам мейрамхананың ең қарапайым тамағына да ақшасы жетпейтін адамдай көрінді. Дегенмен ол тапсырысты қабылдады. Киану мейрамхананың ең қымбат тағамдарының біріне тапсырыс берді. Бірақ Марта тоқтамады. Ол әдейі тағамды кешіктіріп әкеліп, оның ишаратын елемегендей кейіп танытты. Тіпті салфетканы жерге түсіріп алып, кешіріңіз, бүгін жұмысым өте көп, барлығына бірдей көңіл бөлу мүмкін емес деп сарказммен айтты. Алайда Киану сабырлығын жоғалтпады. Ол әрбір ұсынылған тағам үшін алғыс айтып, бірде-бір рет ашуын да, наразылығын да білдірмеді. Керісінше, оның байсалдығы басқа қонақтардың құрметін тудырып, олар Марта тарапынан көрсетілген әдепсіз әрекеттерді байқай бастады. Негізгі тағам әкелінгенде, Марта тағы бір ескерту жасамай тұра алмады. Осындай күрделі тағамдарды бағалау үшін сізде жеткілікті білім бар деп үміттенемін, деді Марта. Киану оған сәл жымиып қарап, ең бастысы білім емес, осы сәттен ләззат ала білу, деді. Бұл сөзді оны абдырап тастады. Бірақ ол әлі де оны кетуге мәжбүрлей аламын деп үміттенді. Кианудың жанынан өте бергенде әріптесіне дауыстап сыбырлап, бұл жерге ол қалай кіріп жүр? Бұл мейрамхана кез келген адамға арналмаған ғой, деді. Біраз уақыттан кейін үстелге мейрамхананың менеджері жақындады. Ол биік бойлы, салмақты, өткір жанарлы адам еді. Киануды көрген бойда ол жымиып, қолын ұсынып, Ривз мырза, сізді қайта көру біз үшін үлкен мәртебе, деді. Марта үнсіз қалды. Оның жүзі сұп-сұр болып, қолдары дірілдей бастады. Ол қалайша осыншалықты танымал адамды тани алмағанына таң қалды. Менеджер оның абыржулы күйін байқап, суық дауыспен, Марта, сіз білуіңіз керек, Ривз мырза осы мейрамхананың иелерінің бірі, деді. Бұл кісінің еңбегінің арқасында элеганс бүгінгідей деңгейге жетті, деді. Залда тек баяу ойнап тұрған музыканың даусы ғана естіліп тұрды. Марта орнынан қозғала алмай, ұяттан беті қызарып кетті. Киану болса, ештеңе болмағандай, тыныш тамағын жеуді жалғастыра берді. Тамақтан кейін ол менеджерге жай ғана бүкіл қызметкерлерді жинаңыз. Мен аздаған сөз айтқым келеді, деді. Қызметкерлер негізгі залға жиналғанда, Киану ешқандай пафоссыз, бірақ сенімді күлкімен орнында тұрды. Оның дауысы салмақты, бірақ өте жылы естілді. Бұл мейрамхана адамдарды сыртқы түріне, мәртебесіне немесе байлығына қарамастан оларды біріктіру үшін жасалған. Мен үшін мұндағылардың барлығы өздерін құрметті қонақ ретінде қабылдағаны маңызды. Сыйластық бәрінің негізі, және оны осы мейрамхананың табалдырығынан аттаған әрбір адамға көрсету керек. Марта бұрышта үнсіз тұрды. Көзіне жас толып, өз қателігін толық түсінді. Ол өзінің әрекеттері тек өзіне емес, күл мейрамхананың беделіне нұқсан келтіру мүмкін екенін енді ғана сезінді. Киану сөзін жалғастырды. Бәріміз қателесеміз, бірақ ең бастысы сол қателіктерден сабақ алу. Мен сіздердің әрқайсыңыздың өздеріңіздің ең жақсы қырларыңызды көрсете алатындарыңызға сенемін. Бұл мейрамхана жай ғана тамақ ішетін орын емес, бұл адамдарды қадір тұтатын жер. Оның сөздері қол шапалақтауға ұласты. Жиыннан кейін Марта оған жақындап, рахмет сізге.
Мен уәде беремін, өзгеремін, деді сыбырлап. Киану басын изеп, оның көзіне шынайы мейіріммен қарады. Ол жомарт шайпұл қалдырып, менеджерге элеганс тек тамақ үшін ғана емес, адамдардың бағалайтын атмосферасымен де есте қалатын орын болсын, деді. Ол мейрамханадан жай ғана жымиып шығып кетті. Осы сәтте Марта бұл кеште оның адамдар мен жұмысқа деген көзқарасының мәңгілікке өзгергенін түсінді. Ол бұл жердің тек жұмыс орны ғана емес, өсумен өзгерудің символына айналғанын ұғынды. Киану сәл ғана күлімсіреп көшеде келе жатты. Ол ең қиын жағдайда да шабыттандыруға және әлемді өзгертуге әрқашан мүмкіндік бар екенін түсінді. Оның ойы тек айтқан сөздермен ғана емес, адамдардың жүрегінде қалдырғысы келетін ойымен де айналысты. Егер Кианудың тарихын естіген әрбір адамға бір маңызды хабарды жеткізе алса, ол былай жеткізер еді: кез келген адам бола алатын әлемде мейірімді болуды таңдаңыз. Нағыз күш адамдарды айыптауда емес, оларды қабылдай білуде. Ең бастысы, біздің күнделікті кішкентай таңдауларымыз тек айналамыздағы шындықты ғана емес, өзімізді де қалыптастырады.